Және тағы бір хадисте инналлаха юхиббул мулихина фид дуа дейді. Арасында Алла дұға жасаған кезде илхах деген қайтпай жасау ғой. Қайтпай жасағандарды жақсы көреді дейді. Бұл деген сөз, мысалға сен бір рет сұрадың, екі рет сұрадың, айлап сұрадың, жылдап сұрадың, Аллах тағала кешіктіріп жатыр, әлі де бермей жатыр, мысалға да сұрағаныңды. Бірақ сонда да қайтпайтын болсаң, Аллах тағала сондай дұғаларды жақсы көреді. Бұл жерде бір нәрсені ескеру керек, біз дұға жасаған кезде ол сұрағанымызды алу емес мақсат. Ол сол дұғаның өзі да, ғибадат. Мысалға, намаз оқыған кезде, намаз ол өміріңе береке береді, намаз ол сенің денсаулығыңа береке береді, намазда шипа бар, неше түрлі аурулардың емі бар дейміз ғой. Бірақ ол нәрселер болмаса да біз оқимыз ғой намазды. Намаз өйткені ғибадат. Қалғаны қосымша сол намаздың үстіне берілетін бонустар ғой. Сол сияқты бұл жерде де дұғаны біз ғибадат болған үшін жасаймыз. Алла тағаламен екі ортада байланыс болған үшін жасаймыз. Ал қалған сол дұғаның сұрағанның берілуі, артығымен беруі деген нәрселер, ол Алла тағаланың рахым кеңшілігі, бағанағы рахым кеңшілігінен сұраңдар деген.